Қазақстанның қоғамында шошқаның аналығына 140 мың теңге, балалығына 40 мың теңге, түремшікке 180 мың теңге, ит пен құсқа 180 мың теңге бөлініп отқан кезде неге қазақтың баласына 170 мың теңге бөлінбейді? Неге жоқ, мен сіз Қарахан кәлләңіздің қамын айтып жатсыз. Маған қызық емес, менде үйде бар, жайда бар. Мен ол мемлекетте әділетсіздікті көрдім. Менің қолымда, бағана эфирдің басында айтып кеттім, менің қолымда бір байдың баласы жүрегін ауыстырған, пересадка сердца деген, бір кедей қазақтың баласы, екеуі бір күннен бастап диагноз қойып, пересадка жасалынып, кедейдің баласы осы әділетсіздіктің құрбандығынан өліп кетті. Байдың баласы, нағашы ағасы прокуратурада отырғаннан кейін күні бүгінге шейін жақсы болып өмір сүріп жатыр 18-ші жылы. Мен сол әділетсіздіктің құрбанына кедей қазақтың баласы құрбан болмаса екен деп 19-да бір рет басымды көтергенмін. Түсіндіңіз ба? Сіз қазір бизнес істесеңіз байысыз ғой, байыз. Я, істей аламын. Мен де дәл сен секілді немістің келіп жаңағы үйін тазалап, есебін тауып, тілін білмейтін, дінін білмейтін, салт дәстүрін білмейтін 7000 километр жерге келіп, немістің көңілін тауып, ақшасын алып жатқан мен, сен секілді елдің ішінде бір бизнестің көзін табамайды деп отырсыңдар ма? Таба аламын. Бірақ мен ол елде қарнымның аштығынан емес, қазақтың қадірінің қашқаннан кейін басымды көтердім. Түсіндіңіз ба? Жоқ, сол сіз айтып отырсыз, жарайды, түсініп отырмын, халық үшін шырылдап жүрсіз. Но вы что можете изменить? Дымда істей алмайсыз ғой сіз. Өзгерген күні келесі, мен өзгерттім. Сендердің... Ой, бос сөз. Бұндай оппозиционерлердің қалай не істеген? Бірнеше мың қазақтың көзі соқыр, құлағы керең, қарын мен қатынның қамын ойлайтын қазақтың намысын тегізіп, қазір біраз қазақтың жігіттерінің көзін аштым. Сен сол жігіттердің көзін жауып, қатын қалашының бетін жасанды қылып жасап беріп жүрсең, мен солардың намысын оятып, қазақтың жеріне еге болды байқайлап жатырмын. Түсіндіңіз ба? Айткүл, сіз деп сөйлеңізші, содан кейін мысалы дымда бітіріп жүрген жоқсыз ғой, шындығы керек қой, құр сөз. Қарындасым ба, апатайым ба, не сонда осы Айткүл ештеңе демей қойық, біз ештеңе демей қойық, бәріміз сол Путиннің көтіне кір кетейік па, не істейік? Не істейік? Мен ешкімнің көтеніне кір деп отырған жоқ. Қазақстанда нормально өмір сүру керек, әркім өз шаруасымен. Мысалы, дымда өзгерте алмай отырсыздар ғой, бір жыл Айткүл көріп отырған мәселе. Не өзгерді? Не өзгерттің, айтшы Айткүл, дымда өзгерте. Не өзгертесің? Сендер секілді қарын менен беттің, көттің бояуын ойлап жүрген кісілердің бетінің маскасын шештік. Себебі бірнеше қазақтың қызы тек қана Қарахан кәллаларыңды ойлайсыңдар. Беттеріңді бояп, көйлектеріңді айналайындар жоқ қойшы, Айткүл. Ұлттың, тілдің қадірін білмейсіңдер. Қазаққа қастандық жасап атқан кезде беттеріңді бояғанға мәзсіңдер. Путиннің тағайындап берген миссионерін президент деп отырсыңдар. Сол миссионері ойбай тегі шілей үйтіп қояқ қойыңыз енді. Сендер қазақтың тілін білмейсіңдер. Біз бәріміз Қазақстанның азаматымыз. Біз Қазақстанды жақсы көреміз. Жарайды, Қазақстан жақсы көрсіңдер, қазақтың келешегі үшін неге күреспейсіңдер? Неге күреспейсіңдер онда? 1 жылдан кейін, 10 жылдан кейін менің мойныма асып қойған міндеттерің жоқ. Каждый қазақ ұлтың үшін күрес, Қарахан кәлләң үшін, қарның менен қатыныңның қамы үшін өмірден өтіп кетпей, қазақтың жеріне бір кесек, бір тал түйір тал егіп, қазақтың тілі үшін бір сөз айтыңдар, діні үшін. Жоқ, Айткүл, қазақтың келешегін өзгерту сенің ғана мойныңда ма не? Маған айтып бір жылдан кейін деп отырасың осындай эфирда дейді. Жоқ, қайтылдатып отырады екенбіз сонда. Сонда қалғандарын біздің көтіміз шұқып қана отырып, қалған соң Айткүлді екеуміздің ғана мойнымызға іліп қойып, қалғандарын көттерімді қысып, соны Тоқаев не айтты, соны айтып, соны Путиннің миссионерін президентім деп, көрінген далбойыпты депутатым деп қайтылдатып отыруға ма міндеттерің сонда? Неге күреспейсің? Айткүлді міндетсіз екенсің. Айткүл сенің қолынан не келді? Сенің қолынан неге батыр? Не істеп жатсың? Тырнақ бояп бизнесмен болып жүр екен. Мен әркім өзіне жауапты болу керек. Мен өзіңе жауапты бола алмайсың, сен өзің емес, сен Путиннің құлысың, сен өзіңе жауап бере алмайсың. Алтыншы, сен сияқты пысықсып, ана экран ар жағында отырып қуа бермеу керек. Әркім өз бала шағасына. Сен туып жатсың ғой, туып жатсың. Неше бала таптың, айтшы, соны айтшы. Өз бала шағасының қамын ойлап жақсы өмір қазақ үшін неше бала таптың, айтшы. Жақсы білім беруге. Қазақ үшін неше бала таптың, соны айтшы. Жоқ, Ловия. Сен қазақты ойлайтын, сен кімсің ар жағында? Неше бала таптың, соны айтшы.
сен қолыңнан боқ та келмейді ғой. жарайды, сен Қолыңнан боқ келіп отырған жоқ қой. Далбайып натуральный отырып алып қатын ей, құсап. Лозе, сен бұл 6-шы бошан кім екенін бірінші біліп алыңыз. Жарай ма? Бұл үлкен саясаттағы жүрген ағаларың болады. Ой, одан әрі жарайды, саясатты Нұр Отанның жүрген шығар. жалаптарынан Сол қазақты бір-біріне іріткі сап, айдап сап отырған адам бұл басқа. сол Путиндікін сорып отырыңдар сол. Сен кереметсің, сен не істеп отырсың? Сорлау. Қош, осындайлар бар ғой, осы Путиннің көтін жалағандардан шаршадым, осындай бар ғой. Лове, саған бір сұрақ. Сен Саған шындық жақпайды, алтыншы. Саған шындық жақпайды, қолыңнан боқ келмейді, содан саған шындық жақпайды. Қолыңнан боқ келмейді, сені ешкім танымайды. Содан кейін саған шындық жақпай отыр. Сен сияқты біле айнадан егетін өзі танымайтын. Бояуын шешіп тастасаңыз өзін-өзі танымай аласыңдар ғой, сендер. Бояуларын түсіріп тастасаңдар өздерін-өзін танымай аласыңдар. Алтыншы бошан, қазір бошанаға бір ауыз. Лове, сен әр қатынның аяғының тырнағын тазалап жүріп, көтінің жүнін тазалап жүріп, жаңағы сондай істеймін дедің ғой, иә? Неден шугарики, маникюр, педикюр істеп байып жатырмын дедің ғой. Әр еркектің, әр қатынның көтінің жүнін теріп жүріп, тауып бағып жатқан бала-шағыңның болашағы бар ма? Мына мемлекет мынандай бандитизм мемлекетте өзінің тілін құрметтей алмаған мемлекетте болашағы бар деп. Жарайды, сен итшелеп жасың 60-қа шейін әр қатынның көтінің жүнін тазалап, тырнағын тазалап жүріп баға қойдың, а сен өлдің. Сен андай құзғындар отырған жерге қалай өз тырнақтап жүріп, жаңағы тапқан балаларыңды, өсірген балаларыңды тастап кетесің? Дәл мынандай бандитизм, Алматы бандиттердің... Бұлар баласын керек қылмайды, Айтка. Бұларың бар ғой, ұрпақ үшін өмір сүреміз деп өтірік қартылдатады. Еще тойларында бар ғой. Мен сендерге жарқын болашақ тілеймін. Әкелерің бас, сендердің ұрпақтарында жарқын болашақ бар. Сенің өзі 100-ге дейін өмір сүрсең, сенде жарқын болашақ жоқ. Өздерің біле Путиннің көтіне кіріп, бүкіл Қазақстанның бүкіл байлығын шетелге таптып, шекараңды ашып, Қытайды қаптатып, енді ертең Пакистан мен Индияның ортасында ядролық қару қолданылса, бүкіл Индия мен Пакистанның Қазақстанға толып, өзінің қазақ екеніңді ұмытып қалайын деп отырып, сол біреудің көтін жүн жұлғанға мәз болып отырған, сол жүнжұрқаларға уақыт алма. 20 миллион қазақ Назарбаевтың қатын қалашын байыту үшін 20 ата-бабам Назарбаевтың қатын қалашына қан төгіп, жерасты байлығын тастап кеткені аздай, енді сендер осы бай бағланның қатын қалашының көтінің жүнін тазалау үшін еңбектеніп жүрсіңдер ма, қазақтың қыздары? Намыстанбайсыңдар ма? Сол министрдің, депутаттың, бай мен бағланның қатынның аяғын жууға неге намыстанбайсыңдар? Келіп одан да құл ғой, бейшаралар енді көт тазалауға, сол жүн жұлуға, тырнақ алуға келген құлдар ғой бұлар. Тек сіздерден, сатқындардан тараған кезіндегі тектерін бәрін қырып тастаған, тек сіздерге алды да сол біреудің көтін жүн жұлған міндетіп те отыр ғой, сол ғой міне. Қажисың осы, кіргің келмейді жерлерге. Кірсең осындай бір ыңғай бір әлгі көрінген жәлептің көтінің ортасында отырып алып, үш әңгіме айтып отырады. Ол сиіп жерді ма бетіне, шаптырып жерді ма Құдай білсін. Сідік сасып отырып, үйші көп адамша әңгімелер айтқысы келеді.